Бармайсың дедім ба, болып бармайсың. Барам. Бармайсың дейм. Жан, енді үйдегілер еріп кетемін, сіз не деймін енді? Ол өзіңнің проблемаң, мен жібермеймін. Сен маған зат беріп қоятын жемейміз. Ол жақта саған қаншама жігіттің көзі түседі. Үйде отырып ол әйтпесе менен жақсылық күтпе. Сәлем баршаларыңызға, қош келдіңіздер. Бүгін сіздердің келгілеріңіз келмей келгендеріңізді білем. Және сіздердің келгендеріңізге мен қуаныштымын. Бұл жерде ешқандай да камера, ешқандай да диктофон жоқ. Өзімізбен өзіміз қалатын күн. Себебі бұл анонимді клуб. Әрине бұл жерде отырған баршамызда Құдайдан сынақ келген адамдармыз. Ал өмірдің бір ешқандай қиыншылығын татып көрмеген адамдар біздің үстімізден күле қарауы мүмкін. Олармен әңгіме барысында өмірімізді бір керемет қылып көрсету үшін өтірікті айтамыз. Қосымша өзіміз істей алдаймыз. Бұл өмірде санасы төмен адамдар өте көп. Сондықтан Құдай оларды көп сынай бермейді. Неге? Себебі ол адамдардың ол нәрсені көтере алмайтынын біледі. Дәл сондай Құдайдың назарына алыстаған адамдар көп, жақсы адамдар аз. Ал сіздер сол аздардың қатарындасыздар. Мені де құттықтап қойсаңыздар болады. Мен де сол бір аздардың қатарына қосылдым. Мына бір оқиғамның арқасында. Менің есімім Сергей Есенин. Менің жасым 47-де. Шаттыққа толы әлем, бақытқа бөлер сәлем. Бара, басын жайлап баста. Ары қарай екінші куплеттен бастап давление беруге болады. Қараша? Басына кеттік запись. Мына әнде бір нәрсе жетіспейді. Менің ойымша қайырмада үшінші дауыс жетіспейді. Мен оны үйде ойландым да. Қайырмадан кейін модуляция кетеді ғой. Модуляция кетіп болғаннан соң скрипка немесе электрогитара қосу керек сияқты. Сен қалай ойлайсың? Анау қазіргі әлемдік трендте Димаш сияқты бір әдемі әуені бар, дауысы мықты ешкім жоқ, Енді оның аранжировщиктері, жаңағы әрлеушілер, дизайнерлердің бәрі мықты ғой. Енді оған тең келетін дауыс еш жоқ шығар. Бар. Пара, анаңызға қараш. Бірден қарамасай. Ей, қақ, кетші. Бірдеңе сұрағыңыз келді ме? Жоқ. Жел қарап тұрғым деп тұр. Орныңызға отырсаңызшы. Жарайды. Елеңдеймін дауысың шыққандай үйімнен, құшақтап алатының бар еді ғой белімнен. Кім сені еркелетіп қолдарыңды жылытып, кім сүйіп жүрші етпей қызыл ерніңнен. На самом деле бұлай болған жоқ. Бір минутқа. Сізден бір нәрсе сұрасам бола ма, бірақ жоқ деп айтуға болмайды. Сұраңыз.
Сізді кездесуге шақырсам бола ма? Жоқ, мен сізді танымаймын ғой. Сәлем. Сәлем. Сіз мені таныдыңыз ба? Мен ана жерде сізді кездесуге шақырған жігітпін ғой. Біз енді таныспыз. Енді кездесуге шақырсам бола ма? Болмайды. Болады. Шынымен, бола ма? Жоқ, мен жігітім бар. Bir şabaqday sınıp qaraysan Toxtaşı dörüz oylamaysan İdealga жақын көрем seni Байқайсың ба, әлде ұқпайсың ба Өте дәртімді Қалай жеткізем оған махаббатымды Өте сүйкімді Ол қыз ұрлап менің ұйқымды Жарайды, бірақ бір шартым бар. Қандай? Көзіңді жұмып, қимылдамай тұрасыз. Сіздер ғашық болып көрдіңіздер ме? Ғашық болған адамның бір ішінен біліп тұратын сияқты да сондай бір көзқараспен қарайды. Сен маған ғашық болып қаласың деген сияқты бір. Менің басымнан дәл сондай жағдай өтті. Ал ең қызығы, ол адам бір аптадан кейін тұрмысқа шығайын деп жатыр. Бірақ екеуінің арасында махаббат жоқ. Қазір бір мынандай ұғым бар ғой. Адамдардың арасында махаббатпен емес, жағдайға қарап үйлену керек деген сияқты. Махаббат кейін қалып кететін нәрсе деп жатады. Бірақ ол ұғым дұрыс емес. Бар. Мадинамен араларың қандай болып отыр өзі? Бізде бәрі бітті. Бірақ сен оған сынбайтын шығарсың? Кеткен адам үшін қайғырып не қылам? Әр адам таңдау өз қолында. О, махаббат! Не керек саған? Қиналған кезде керемет бе адам? Өзің сыйлаған ғаламат мұңды уақытпен ғана емдемек бе адам? Не керек саған? Жан, той күн белгілеп қойдық. Дайындық үйдегілер жасап жатыр. Екеуміз тойға дейін Дубайға барып қайтайық, қалай қарайсың? Love Story түсіріп қайтамыз оның үстіне. Иә, әрине. Мен де сыртқа шығып келейін, иә? Жарайды. Сәлем. Не істеп жүрсің, қыздармен ажырасқансың ба? Кіммен жүрсің? Жігітіммен? Қандай жігіт? Тұрмысқа шығайын деп қана жігітім. Айттың ғой жігітім барды. Тұрмысқа шығайын деп жатқан жігітің болса, неге менімен кездесуге келістің? Мен келістің ба? Иә, келістің. Егер де менің шартымды орындасаң, орнынан тапжылмай тұрсаң, мен сенімен кездесуге келісем деп айтқан өзің емес пе? Мен сенің шартыңды орындап орнынан тапжылмай тұрдым. Жарайды. Міне кездестік. Келесің маған ұнады. Сау болыңыз. Қайда? Жібер, қазір жігітім келіп қалады. Бұл қыздардың әжетханасы. Жібер деймін. Рама. Саған қайда алдын беретін Фараби жоқ. Фараби? Есіміңіз Фараби ма? Иә. Фараби. Ал сенің есімің кім? Аделина. Біз тез тіл табысып кеттік. Әрине, екі жастың ортасына түскенім емес. Бірақ сен маған ұнайсың. 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 Сен маған ұнайсың.
Неге екенін білмеймін, екеуміз бір-бірімізге қатты қызық болдық. Ол қызбен арамызда көп нәрсе қарама-қайшылықтар туа берді. Қандай да бір әңгіме болсын, тек ойларымыз қарама-қайшы келіп қала берді. Ал бірақ сол қарама-қайшылықтың өзінде бір керемет бір қызық бар еді. Қаншалықты сөз таластырған сайын бізге қызығырақ бола түсті. Сен оған шынымен сүйіп қосылайын деп жатсың ба? Қалай айтсам болады? Сонда сен әлі де махаббатқа сенесің бе? Менің ойымша махаббат деген бір адамға мойынсынып, сол адамға жеңілу сияқты. Сен әлі де бұлай ойлайтын болсаң, демек сен өз адамыңды таппағансың. Сонда мен оған тұрмысқа шығып, оның қызметшісі болып өмір сүруім керек па? Егер ол оған лайық болса, бәрін жасауға болады. Егер махаббатпен қосылмайтын болсаң, оған құрмет көрсетпек түгілі сіз деп сөйлеудің өзі саған ауыр болады. Ол ұзатылу тойына бір күн қалғанда мені кездесуге шақырды. Сәлем. Сәлем. Келдің бе? Кездесетін орынды жақсы таңдапсың. Мен сені тойға дайындалып жүрме десем. Неге мен кездесуге шақырды деген ой? Әлі ойымда тұр. Әлде маған аз уақыттың ішінде бауыр басып қалдың ба? Иә. Жігітің бір жер тығылып тұрған жоқ па? Қазір подстава жасап, қолымды қайырып әкетіп қалмасын. Менің тұрмысқа шыққым келмейтін сияқты. Неге? Мен түнімен ойландым. Шынымен сүйген адамына қосылмаса, бәрі бекер сияқты. Неге енді оны енді ойланып тұрсың? Қазір саған кері қайтуға болмайды. Маған бәрібір. Үлгеретін сияқтымыз. Мен алып кетші. Пранк қой бұл, Бірақ түрің серьезно болып тұр да. Мен әзілеп тұрған жоқпын. Қайтың? Неге? Сен дайын емессің бе? Жігіт емессің бе? Әркім өз махаббаты үшін күресу керек деп өзің айттың ғой. Мені осыған өзің жеткіздің. Өзің үміттендірдің. Ал енді өзің қашып жатсың. Ал мен дайынмын. Біз үлкен тәртіп бұзайын деп тұрмыз, түсінесің бе? Жігіт емес екенсің. Бауыр, сендерге ауыр тапсырма жоқ. Тек қана менің жанымда маған адам жақындатпай тұрсаңдар болды. Ертең істің аяқ проблемаға ұласып жатса, міне, менің алдымда диктофон тұр, менің даусым жазылып жатыр. Мен Фараби Бақытжанұлы істің барлығын өзім ұйымдастырдым, өз мойныма алам. Мынау қазір аванс, қалған іс біткен соң берем. Келістік пе? Есің дұрыс па? Сені алып кетуге келдім. Жібер мені. Жібер? Я, мен дайын емеспін.
мүмкін айнып қалған шығарсың. Я айнып қалдым, жібер мен. Аделина, сен қорқып тұрсың ба? Бізге бақытты болуға ештеңе кедергі емес. Мен сен үшін бәріне дайынмын. Жоқ. Мен ойланбай сөйлей салдым. Мен оны жақсы көрем. Сүйіп қосылайын деп жатырмыз. Маған кері қайтуға болмайды. Болады. Сен дәл қазір алдағы тағдырыңның быт-жытын шығарайын деп тұрсың. Қараби, жағдайды көріп тұрсың ғой, мен болды осы адамға тұрмысқа шығам. Қаласам да, қаламасам да. Дәл соны қалап тұр. Ал өзің нені қалайсың? Неге сенің өмірде нені қалайтыныңды басқалар шешу керек? Қайталап айтам, сенің нені шын қалайтыныңды өзіңнен артық ешкім түсінбейді. Жоқ! Өз қалауыңды жаса. Жоқ! Енді қайтып келмеймін. Түсіп қал. Мен ол қыздан айырылғаным үшін өкінбеймін. Себебі тегіс адамзат түбінде бәрінен айырылады. Әке-шеше, отбасы, қызмет, байлық, ақша, денсаулық бәрінен айырылады. Қолымызда түк қалмайды. Және сенен сұрамайды, сен оған көнесің бе, көнбейсің бе. Сол үшін кімнен неден айырылған маңызды емес. Маңыздысы бір-бірлеріңізге деген хаққыларыңызды орындай алдыңыздар ма? Арғы дүниеге барғанда оның көзіне тіке қарай аласыз ба? Немесе уақытында жасалмаған әрекет үшін ұяттан жерге кіріп кете жаздайсыз ба? Сол маңызды. Мен бақытты бола алмағаным үшін өкінбеймін. Оның алдында арым таза болғаны жеткілікті. Мен болдым. Енді сізді тыңдайық.